Бұл менің ауылым, туған жерім, атамекенім. Менің туған жерім, отаным кішкентай болса да, мен үшін аса қымбат, әрі киелі Байзақ жері. Осы мекенде менің көңілді де шаттыққа толы, балалық шағым өтіп жатыр. Ендеше, туған ауылыммен сіздерді таныстырайын. Байзақ ауданы Жамбыл облысының оңтүстігінде орналасқан аудан. Ауданымыз 1938 жылы құрылған. 1996 жылға дейін Свердлов ауданы деп аталды. Ауданымыздың басым көпшілігі жазық жерлер. Тек оңтүстігінде ғана Қырғыз Алатауының тау алды аласа қыраттары мен қырқалары орналасқан. Ауданымыздың ең биік жері солтүстігінде Мойынқұмның құмды алқабы. Орта бөлігінде Талас өзенінің аңғары жатыр. Жеріміздің топырағы негізінен сұр. Солтүстігінде құмды болса, оңтүстігінде бозғылт қоңыр топырақты болып келеді. Оларда жусан, еркек шөп және жыңғыл мен сексеуіл өседі. Өзен бойында қамыс пен құрақ өседі. Жануарлардан қасқыр, түлкі, қоян, жабайы шошқа мен ақбөкен, саршұнақ пен аламан тышқандарын өмір сүреді. Құстардан дуадақ пен құрды, көкқұтан мен қырғауылды кездестіре аламыз. Байзақ ауданының атауы Байзақ датқаның құрметіне қойылған. Байзақ датқа 1789 жылы дүниеге келген. Қазақстанның оңтүстік өңірінде Қоқан хандығына және Ресей империясына қарсы ұлт азаттық күресті ұйымдастырушы батыр. Тараз халқын отырықшыландыруға көп күш жұмсаған. Шыққан тегі ұлы жүз құрамындағы Дулат тайпасы, Шымыр руынан. Байзақ Мәмбетұлының жерленген жері Саркемер ауылынан солтүстік шығысқа қарай 5 шақырым жерде, Талас өзенінің оң жағалауында орналасқан. Байзақ датқа кесенесі Байзақ батыр зиратының төбесіне тұрғызылған. Қазақстанның 100 киелі орындар тізіміне енген. Кесене Батыс Европа, Батыс Қытай транзиттік дәлізінде орналасқан. Байзақ Мәмбетұлы датқа өз руластарының ішінде беделді саналып датқа болып тағайындалды. Қоқан отаршыларына бағынбай, қазақтардың мүддесін қорғай отырып, тәуелсіз саясат жүргізуге ұмтылды. Елді егіншілік кәсіпке үйрету мақсатында кезінде 160 километр канал қаздырған. Қоқан хандығының әкімі Әлімқұлдың айтуы бойынша зеңбіректің аузына байланып атылды. Оның денесінен қалған 2 саусағын Талас өзенінің бойындағы Саркемер ауылына жерледі. Байзақ ауданы бойынша бүгінгі күнде 219 тарихи және мәдени ескерткіштер есепке алынған. Оның ішінде 60 тарихи және мәдени ескерткіштер жергілікті дәрежедегі мемлекеттік тізімге енген. Республикалық дәрежедегі 3 археологиялық ескерткіш Төменгі Барысхан, Чемекент және Оқум қалашықтары. ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мәдени мұралар тізіміне енген бір халықаралық маңызы бар ескерткіш Қостөбе қалашығы. ЮНЕСКО-ның тізіміне енген тағы бір тарихи мәдени мұра нысаны Ақыртас сарай кешені. 8-9 ғасырда салынған ғимарат Тараз қаласының шығысында 40 шақырым жерде орналасқан. Ескерткіштің құрылыс материалдары төртбұрышты кесек тастардан қаланған. Олардың ортасы ақыр тәрізді ойылып, арасы ұсақ тастармен және балшықпен толтырылған. Сондықтан жергілікті халықтар ескерткішті Ақыртас деп атап кеткен. Бұл ғимарат 130 жыл бойы зерттеліп келеді. Сыры беймәлім ғимарат жайында ғалымдардың ойы әртүрлі. Академик Карл Байпақовтың зерттеуі бойынша Ақыртас сарай кешені қарлық қағанат кезінде салынған. Құрылыс жүйесі 3-4 бөліктен және 70-тен аса бөлмеден тұрады. Оның сыртқы қабырғасының қалыңдығы 5 метр болса, ішкі қабырғасының қалыңдығы 3-3,5 метрді құрайды. Ресей шығыстанушысы Петр Лерхтың зерттеуі бойынша, Ақыртас салынып бітпеген Будда ғибадатханасы десе, Василий Бартольд бұны Несториан ғибадатханасы деген болжам айтқан.
1996 жылғы зерттеулер барысында Қазақстан мен Франция ғалымдары ақыртас 8-11 ғасырға жататын керуен сарайдың орны болуы мүмкін деген тұжырымға келді. Өйткені құрылыс жобасы Ирак пен Сириядағы орта ғасырлық құрылыстарға ұқсас делінген. жылдан бастап ақыртас сарай кешені бүкіл әлемдік мәдени мұралар тізіміне енгізілгені әрбір қазақ баласы үшін үлкен мақтаныш, еліміз үшін зор жетістік. Осындай тарихи-мәдени орындардың бірі аудан орталығында орналасқан Батырлар аллеясы. Еліміздің мақтанышына айналған Кеңес одағының батыры Ағаділ Суханбаевқа арналған ескерткіш ауданымыздың орталығында бой көтерген. Туған жер дегеніміз ата-бабамыз мекен еткен, кіндік қанымыз тамған жер. Әрбір адам баласында туған жерге деген сүйіспеншілік бала кезінен пайда болады. Мен Байзақтай дархан далада, кең байтақ жерде туып өскенімді мақтан етемін. Әрбір адам баласы үшін туған жер өткені мен келешегін байланыстыратын киелі мекен. Туған өлкеміз алтын бесігіміз. Туған жеріміз одан әрі көркейіп гүлдене берсін.